Әңгіме екі әпкенің ақша жинап, ұзақ уақыттан кейін бірлесіп пәтер сатып алуынан басталады. Олар бақытты және тұрақты өмірдің бастауына қадам басқанын ойлады. Бірақ олар қатты жұмыс істеп сатып алған үйдің ешкім айтпаған тарихы бар екенін білмеді. Көшіп кіргеннен көп ұзамай үлкен әпкесі Ду Хи жоғарыдан келетін біртіндеп мазалайтын шудың әсерінен әлсірей бастады. Ол ешқашан тоқтамайтын, күндіз-түні шыдамдылығын тоздыратын шу болатын. Ақырында ол төбеге қалың губкакаларын жапсыруға шешім қабылдады, шуды басу үшін. Ол ісін аяқтап қалғанда, жоғарыдан сол тітіркендіргіш шу қайта басталды. Ашуланған және шаршаған Ду Хи камерасын алып, дыбысты жазбаға түсіре бастады. Оны кінәліні бетіне айтқанда дәлел ретінде қолданбақ болды. Сол кезде балкон жақтан тағы бір түрлі ұнтақтау дыбысы шықты. Ол тоқтады. Телефон қоңырау шалды. Ол камераны үстелге балконға қаратып қойып қоңырауға жауап берді. Қарсы жақтан ешкім сөйлемеді. Сосын жоғарыдан қатты соққы болып, пәтердегі барлық жарық өшті. Бір сәттен кейін жарық қайта жанды. Ду Хи төбеге қарап, жоғарыдан әлі де жалғасып жатқан шуды тыңдады да, енді шыдамайтын болды. Ол жоғарыға шығып, тікелей айтуды шешті. Ол артындағы балконда бір әйелдің көлеңкесі пайда болғанын байқамады. Ұнтақтау дыбысы тағы бір рет шықты. Сол сәтте Ду Хи жоқ болып кетті. Бірнеше күн өтті. Оның жұмысы оның келмегенін және байланысқа шықпағанын байқады. Олар полицияға хабарлады. Полиция оның кіші әпкесі Ду Йонды тапты. Ол ұзақ жұмыс уақытына байланысты компания жатақханасында тұрып жатқан еді. Ол Ду Химен бірнеше күн сөйлеспеген. Пәтерге келгенде есікке үй ішінде тыныш болыңдар деген жазба жабыстырылғанын көрді. Ішке кіргенде қонақ бөлме толық ретсіз, ал әпкесінің жатын бөлмесі қатты былық болып тұрды. Ол бірден Ду Хиге телефон соқты. Телефон сөндірілген еді. Ду Йон тұрып оқиғаны түсінуге тырысты. Ол Ду Хидің жоғарыдан келетін шуға үнемі шағымданғанын есіне алды. Бірақ Ду Йонның есту қабілеті нашар болғандықтан, есту аппаратынсыз ештеңе анық естімейтін. Ол әпкесінің мұны қаншалықты ауыр көтергенін түсінбеген. Ол тіпті Ду Хиге пәтерді сатып алғаннан кейін бейімделу керек деген. Бұл жауап Ду Хиді сөзсіз қалдырған еді. Ду Йон әпкесінің жұмыс орнына барып, оның жақын әріптесі Ки Хуннан ештеңе білетінін сұрады. Ки Хун оған Ду Химен телефонда сөйлескенде ол әрқашан фоннан түрлі дыбыстар естілетінін сұрайтынын айтты. Өзі ештеңе естімейтін. Ол не туралы айтып тұрғанын түсінбеген. Ду Йон пәтерге қайтып келіп, әпкесінің өліп қалған, сөндірілген телефонын тапты. Бұл өте дұрыс емес еді. Ду Хи телефонды әрқашан өзімен алып жүретін, ешқашан қалдырмайтын. Ду Йон еденнен зарядтау кабелін көтеріп жатқанда басқа бір нәрсені байқады. Еденде үлкен қара қандағы тарап жатты. Ол ойланып үлгермей, есік қағылды. Келуші төмендегі 504 пәтердің тұрғыны Джон Сим болатын. Ол оларға шуды азайтуды айтуға келген. Ду Йон ешкім үйде жоқ екенін, бірнеше күннен бері ешқандай шу шыға алмайтынын түсіндірді. Джон Сим тыңдамады. Оның көздері жалпақ және суық еді. Ол егер шу жалғаса берсе, оның аузын жыртып тастайтынын айтты да кетіп қалды. Ду Йон оның кетуін бақылап тұрып, дәліздің соңында қозғалмай тұрған ұзын қара шашты әйелді байқады. Ол есікті тарс жауып құлыптады. Әпкесінің телефонын зарядтады, бірақ паролін білмеді. Келесі күні ол күзетшіге барды. Күзетші Ду Хи бір кездері шуға шағымдану үшін келгенін растады, бірақ содан бері көрмеген. Ол 604 пәтер көршілердің ерекше назарын аударатынын айтты. 604 пәтердің тарихы туралы бірдеңе айтқалы тұрғанда, бір әйел жүгіріп келіп, жертөледен жаман иіс шығып жатқанын хабарлады. Күзетші жертөле есігін ашты, қою сасық иіс толқын болып шықты. Ол 10 жыл бойы кейбір тұрғындар қоқыс тастап жүргенін, есік құлыпталғанымен терезеден лақтырып жүргенін айтты. Тазалау өте қымбатқа түсетіндіктен ешкім төлеуге құлықсыз болды, сондықтан қоқыс жинала берді. Ду Йон жұмысынан шығып, әпкесін іздеуге толықтай назар аудару үшін пәтерге қайтып көшті. Сол күні оның туған күні болатын. Ол үстел басында кимчимен отырып, Ду Хидің жоқтығын қатты сезінді. Әр жылы туған күнде Ду Хи көп кимчи жасайтын, өйткені Ду Йон оны өте жақсы көретінін білетін. Жалғыз отырып, ол бір нәрсе есіне түсті. Әпкесінің телефонын алып, өзінің туған күнін пароль етіп терді. Жұмыс істеді. Ішінде ұзақ жазбалар тізімі болды. Бірін кездейсоқ қосты. Құлағына қатты соққы дыбысы келді. Есту аппараты арқылы ол жоғарыдан ба әлде жазбадан ба ажырата алмады. Ол жатын бөлмеде отырып тыңдай берді.
Әпкесінің дауысын естіді, шиеленіскен, үмітсіз, ұзақ уақыт бойы жиналған шағымдарға толы. Сосын оның астынан тағы бір дауыс, тыныш, анық емес. Сөздерін ажырата алмады, бірақ өте жақын, қасында тұрғанда естілді. Ол бөлмеге қарады, бос. Сосын әпкесінің құлағына тікелей сыбырлаған даусын естіп, телефонды қорқыныштан лақтырып жіберді. Есік қоңырауы шықты. Сырттан бір дауыс бір сөйлемді қайталап айтып тұрды. Ду Хидің дауысы сияқты естілді. Ду Йон есікті ашпады. Көшіктен қарады. Сырттағы тұлғаның қарашығы қараңғы. Ол оның әпкесі емес. Ұнтақтау дыбысы басталып, есту аппаратын жыртатын өткір дыбыспен араласты. Ол еденге құлады. Келесі сәтте ол оянып кетті. Бұның бәрі шынымен болды ма, білмеді. Ки Хун оған келді. Әңгіме барысында ол Ду Химен 6 ай бойы құпия қарым-қатынаста болғанын айтты. Онымен бірнеше күн байланыса алмаған Ду Йон бірдеңе білет деп үміттеніп келген. Екеуі аудандық кеңсеге барды. Қызметкер бір ай бұрын 604 пәтерде тұрған әйел Шуға үнемі шағымданып, елдерге елес көретінін айтқанын хабарлады. Соңғы шағымнан бірнеше күн өткен соң оның пәтерінен жаман иіс шыққаны туралы хабарланған. Ол ішінде өзін асып өлтірген. Ду Йон бұл ақпаратпен отырды. Үйге келіп, сол үстелде отырып, сол пәтерде бір дене асылғанын ойлап, бойына терең суық жүгірді. Ки Хун онымен бірге қайтып келді. Есікке тағы үлкен жазба жабыстырылған, үй ішінде тыныш болыңдар деген. Ду Йон оны Джон Сим қалдырған шығар деп ойлады. Ки Хун Ду Хи үшін іздеу қағаздарын жасай бастады. Полиция қоңырау шалды. Ду Йон Джон Симнің қоқан-лоққысын айтты. Әпкесінің жоғалуы онымен байланысты деп талап етті. Полиция ғимарат жанындағы бақылау камераларын тексерді. Ду Хи ғимараттан ешқашан шықпаған. Оның телефоны мен әмияны пәтерде қалған. Ол ғимарат ішінде ғайып болған. Есік қоңырауы тағы шықты. Бұл жолы Джон Сим есік алдында тұрды. Ки Хун ашты. Джон Симнің бет әлпеті бірден өзгерді. Ол Ки Хунның артынан пәтерге Ду Йон іште екенін білетінін байқатып қарады. Сыпайы түрде шуды азайтуды өтінді де кетіп қалды. 504 пәтер есігі алдында Джон Сим жасырған пышағын алды. Ұзақ уақыт бойы мазалаған шу оны мүлде сындырып жіберген еді. Ду Йон ғимарат айналасында іздеу қағаздарын жапсыра берді. Ол жертөле терезесінің алдында еңгесіп отырған кішкентай ұлды көрді. Жақындап еңгесіп қарады. Ол тұрып кетті. Ду Йон фонар алып қарай бастағанда артынан бір әйел пайда болды. 804 пәтердің Джон Йон болатын. Ол Ду Йонға кешен айналасында іздеу қағаздарын жапсыруды тоқтатуды қатаң түрде айтты. Қайта құру дауысы өтіп жатқанын, тұрғындар комитетінің төрайымы өсек таратып, аумақтың беделін түсіретін ештеңеге жол бермейтінін айтты. Егер дауыс өтпесе, үй бағасы құлдырайды. Түнде үйде Ду Йон әпкесінің суреті бар қағазға қарап отырды. Есіктің құлып ашылғаны естілді, есік ашылды. Ду Хи кіріп келді. Ду Йон ойланбастан құшақтауға ұмтылды. Ду Хи оны итеріп жіберді де сөзсіз жатын бөлмесіне тікелей кетті. Ду Йон артынан ерді, бөлме бос болды. Қонақ бөлмеден дыбыс шықты. Тағы бір түнгі кошмар. Ол су ішуге, ас үйге барды. Терезеден балконда бір тұлға тұрған сияқты көрінді. Қозғалмай үлгермей, сырттан есік кодын қайталап теріп жатқан дыбыс шықты. Джон Сим кіруге тырысып жатқан. Балкондағы көлеңкеде жоқ болды. Ду Йон ас үй пышағын алып, балконға шықты, әр бұрышты тексерді, ештеңе жоқ. Көшіктен қарады, Джон Сим кеткен. Ол баяу дем алды. Осы уақытта Джон Сим қалыпты жұмыс істеу қабілетін толық жоғалтқан. Ол ғимараттың әр қабатын аралап, шудың көзін іздеп жүрді. Дәлізде ашуланып байқайлады. Бұрылғанда есіктің жоғарғы бұрышынан бірдеңе өзіне қарап тұрғанын көрді. Қозғалыс сенсоры жанып тұрды. Ол мұқият қарап, жүгіре жөнелді. Артына қарап жүгіріп, әйнек панельді тесіп өтіп төмен құлап өлді. Ду Йон келесі күні таңертең полиция сиренасын естіп төмен түсті. Джон Сим өлген. Ол мен жұмыс істеп жүрген офицер оның жанына келді. Ол бірден 504 пәтерді қарауды сұрады. Полиция бұрын қарап, ештеңе таппаған. Оны стресс әпкесінің жоғалуына байланысты ойының бұзылуы мүмкін деп жұмсақ түрде айтты. Тұрғындар комитетінің төрайымы да келді. Ол Ду Йонның мінез құлқы қоғамға зиян келтіріп жатқанын тоқтату керектігін айтты. Ду Йон 804 пәтерге барды. Дәлізде кішкентай қыз жүгіріп өтті. Джон Йон оның қызы Джон Ин екенін айтты.
Сосын бұрынғы 704 пәтерде тұрған әйелге не болғанын айтты. Ол әрқашан 804 пәтер тұрғындары шу шығарады деп айыптаған. Дәлел үшін орындыққа шығып, 704 пәтердің төбесін табақпен ұрған. Сол кезде 604 пәтерде тұрған ер адам шудан ашуланып, 704 пәтерге кіріп, әйелді балғамен ұрған. Сосын қашып кеткен. Әйел бірден өлмеген. Соңғы сәттерінде көмек сұрап қабырғалар мен еденді ұрып, тістерінің ұнтақтау дыбысы қабырғалар арқылы тараған. Көршілер оны қайтадан шу деп ойлап елемеген. Денесі табылғанда тұрғындар қайта құру дауысына әсер етпес үшін бәрін тыныш ұстауға келіскен. 604 пәтердегі ер адам жоғалып кеткен, ешқашан көрінбеген. Ду Йон қазір 704 пәтерде кім тұратынын сұрады, өйткені одан үздіксіз шу шығып жатқан. Джон Ин пәтер әйел өлгеннен бері толық бос тұрғанын айтты. Ду Йон үйге дірілдеп келді. Есігінде тағы жазба тұр. Ол әрқашан Джон Сим қалдырады деп ойлаған, бірақ Джон Сим өлген. Біреу басқа қалдырып жатыр. Жазбаны жұлып тастады. Астына есік бетіне құрғақ қан мен тозаққа бар деген сөздер ойылып жазылған. Қайта құру жиналысында Ду Йон көпшіліктің арасынан өтіп, еденде әпкесінің іздеу қағазының тапталғанын көрді. Ішінде бірдеңе сынды. Ол алға шығып, микрофонды төрайымның қолынан жұлып алып, көпшілікке айғайлады. Әпкесі осы кешен ішінде жоғалғанын, оған қайта құруда үй бағасы да қажет емесін, тек әпкесін қайтару керек екенін айтты. Екеуі қатты дауласты, басқа тұрғындар ажыратты. Ки Хун келіп Ду Йонды алып кетті. Ол маңызды бір нәрсе айтты. Бақылау жазбаларын тексерген, 604 пәтердегі бұрынғы ер адамның ғимараттан шыққаны туралы ешбір жазба жоқ. Ол әлі кешен ішінде болуы мүмкін. Ду Йон бірден жертөлені ойлады. Иіс өте күшті болғандықтан ешкім толық қарамаған. Екеуі түсті, бөлініп қоқыс үйінділерін қарай бастады. Ки Хун камерамен жазып алға жылжыды. Қиыр бұрышта көлеңке көрді. Жақындап қарады. Жерде жатқан 604 пәтердің ер адамы. Ки Хун тыныс бар жоғын тексеру үшін жақындай бергенде, өткір дыбыс құлағын жарып, ер адамның кесілген басы домалап келіп, оның аяғына тоқтады. Ду Йон өз жағынан ештеңе таппай Ки Хунға қарай жүрді. Оның бірдеңесі дұрыс емес екенін бірден сезді. Түсінбей тұрғанда өткір дыбыс оның да құлағын жарып өтті. Ки Хунның денесі қатты селкілдеп қалды. Ол шегіне бергенде Ки Хун оған ұмтылып, еденге құлатты. Ол оның атын қайталап айқайлады, ол жауап бермеді. Көздері бос, зиян келтіруге ниетті. Ду Йон еденнен тас алып, оның басына ұрды. Босанып, жертөледен шығатын сатыға қарай жүгірді. Ки Хун төменнен аяғынан ұстады. Сол сәтте жоғарыда тұрғындар комитетінің төрайымы пайда болып, Ду Йонды тартып шығарды. Ол мүлікті басқару кеңсесінде оянып, жарақаттары таңылған күйде жатты. Кім құтқарғанын сенбеді. Төрайым өтіп бара жатып, жертөледегі оқиғаны көріп, полиция шақырғанын айтты. Екі әйел алғаш рет дұрыс сөйлесті. Ду Йон кешенде тек екі баланы ғана көргенін айтты, төрайымның ұлы және Джон Йонның пәтеріндегі кішкентай қыз. Төрайым оған бос көзбен қарап, Джон Йонның қызы жоқ екенін айтты. Полиция қоңырау шалды. Ду Йон жертөле есігіне барып, Ки Хунның өлгенін білді. Ол офицерлерге жертөле ішінде металл есік көргенін, әпкесі сол жерде құлыптаулы болуы мүмкін екенін айтты. Полиция бүкіл жертөлені қарап, ондай есік таппағанын, ішке қайта бармауды қатаң ескертті. Тынығуды, маманмен сөйлесуді ұсынды. Ду Йон жалғыз барды. Ішінен Ду Хидің камерасын қоқыс арасынан тапты. Жазбаны қосты. Бір жазбада Ду Хи 804 пәтерге кіріп жатқан, еденге бірнеше дірілдеткіш машиналар орнатылған. Шу ешқандай жұмбақ немесе supernatural жерден емес, Джон Йон әдейі машиналармен жасаған. Жазбада тағы бір нәрсе түсірілген. Джон Йон көзге көрінбейтін біреуге анаша үнмен сөйлеп тұр. Басқа ешкім жоқ. Сосын Ду Хи не көріп тұрғанын түсініп, шегіне бастайды, бірақ кеш. Джон Ин оны жерге құлатып, камераны басына ұрады. Ду Йон жертөленің тереңіне іздеп, әлсіз дыбыс естіді. Соңынан еріп, әпкесін бұрышта бүрісіп, әрең тірі күйде тапты. Оны құшақтап, шығуға қарай жылжыды. Бірақ Джон Ин балғамен күліп, саты басында күтіп тұрды. Ду Йон бұрылып, әпкесін басқа бағытқа алып кетті. Жертөлені айналып шықты, бірақ басқа шығу жолы жоқ. Ол Ду Хиді қараңғы бұрышқа жасырып, Джон Инмен жалғыз бетпе-бет келді. Джон Ин жақындап келе жатып сөйледі. 704 пәтердегі әйел де өзінің кінәсінен өлгенін айтты. Әйел оның қызы жоғарыда жүгіріп шу шығарады деп шағымданатын.
Джон Ин қызын жертөлеге ойнауға жіберген. Бір күні жеткізу жүк көлігі оны қағып өлтірген. Джон Ин 704 пәтердегі әйелді кінәлі деп есептеп, оны жазалаған. Джон Ин балғамен жақындай берді. Ду Йон жүгірді. Уақытша жасырынатын жер тауып, қараңғыда еңгесті. Ұнтақтау дыбысы қайта басталып, өткір ысқырықпен араласты. Шыдамай, Ду Йон есту аппаратын шешіп тастады, әлем толық үнсіз қалды. Сосын Джон Ин оның алдында пайда болды. Балға Ду Йонның арқасына түсті. Ол құлады. Джон Ин үстіне мініп, соңғы соққы үшін балғаны көтерді. Сол кезде ұнтақтау дыбысы қайта шықты. Бұл алаңдаушылық жеткілікті болды. Ду Йон босанып жүгірді. Есікке жетіп тарта бастады. Джон Ин артында есік жиегінен ұстап, Ду Йоннан көмек сұрап, өмірін құтқаруды жалынды өтінді. Есікті тартып жатқанда Ду Йон кездейсоқ жоғары қарап, 704 пәтердегі өлген әйелдің көлеңкеде тұрған көзіне түсті. Көрініс оны қатырып тастады. Қайта қарай алмады. Есікті жауып, Джон Инді ар жақта қалдырды. Джон Ин темір есікті жұдырығымен ұра бастады, дәл 704 пәтердегі әйел соңғы сәттерінде істегендей. Жоғарыдағы ғимараттағылар оны қайтадан шу деп ойлайды. Ешкім келмей. Ду Йон әпкесін жертөледен алып шықты. Екеуі бірге сыртқа шықты. Бірнеше күннен кейін 704 пәтерге жаңа жалға алушы көшіп келді. Ол 804 пәтерге барып,